Кез келген шайды дұрыс ішпесе, адамды ауру қылады. Өйткені әр шайдың өзінің іші уақыты және мөлшері болады. Ең дұрысы сүтті шай, қара шайды мүлдем ішпей қойған дұрыс. Өйткені ол шайлар адамның бауырының қызметін бұзып, тамақ ішкен сайын өттің бөлінуін нашарлатады. Соның салдарынан адамда қан қоюлық, бауыр майласу, әртүрлі қан қысым аурулары туындайды. Ең дұрыс ішетін шайлар қайсы деген кезде, ол шөп шай және көк шай. Ол шөп шай мен көк шайды өзінің ішу уақытымен ішпесе, ол да адамның ас қорыту жүйесінің қызметін бұзады. Көк шайды қай уақытта ішкен дұрыс дегенде, көк шайды ең дұрысы тамақтан 2 сағаттан кейін әр жолы бір 2-3 стаканнан ғана ішу керек. Одан көп ішпеу керек. Ал көк шайды ешқашанда аш қарында ішуге болмайды. Өйткені көк шайды аш қарында ішсеңіз, сіздің асқазаныңызды гастрит қылады, жара қылады, асқазанның ішіндегі түгін кетіреді. Ал шөп шайды қай уақытта ішу керек дегенде, шөп шайды белгілі бір асқазан емдейтін шайлар болса, оны тамақтан жарты сағат бұрын ішсеңіз, сіздің асқазаныңыздағы әртүрлі гастрит, асқазан қабыну ауруларын емдеп жазып береді. Одан кейін тамақтан 2 сағаттан кейін шөп шай ішетін болсаңыз, сіздің ішкен жеген тамағыңыздың асқазанда қорытылуын жақсартып, сіздің ішегіңіздің жұмыс істеуін реттейді. Әрқашанда шайды өз уақытысымен ішіп, денсаулықтарыңызды нығайтыңыздар, ауырмаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.